Я білем, дәл қазір саған өте қиын. Өзіңді ешкімге керексіз, сені ешкім жақсы көрмейтіндей сезініп жүрсің. Жақындарыңның, жақсы көретін адамдарыңның саған жасап жатқан зұлымдығына, жала жабуына, барлығына төзіп келе жатырсың. Мүмкін сен армандарыңа жете алмай жүрген шығарсың, өзіңді лайықсыз санап, күнде өзіңді кінәлайтын шығарсың. Бірақ білесің бе, бүкіл әлем сені жақсы көрмесін, барлығы сені керексіз етсін, барлығы сені төмен етсін, бірақ Алла сені жақсы көреді. Аллах сені керек етеді, Аллах сені жоғары көтереді. Алла біледі, кім сені ренжітіп жатқанын, кімнің саған қастандық жасап жатқанын, жүрегің ауырып, жылап жатқанын, барлығын Алла көріп тұр. Білесің бе, ең кереметі, сен Аллаға әр қашанда орала аласың. Аллах сені әр қашанда қабыл етеді. Алла тәубелерді қабыл етуші. Аллах тағала әр қашан сенің жаныңда, ол сені ешқашан тастамаған, тастамайды да. Аллах үшін сен әр қашанда бағалысың, әр қашанда ең кереметке лайықтысың. Егер сен қолымнан ештеңе келмейді, менің өмірім дәл осылай қиындықпен өтеді десең, қателесесің. Аллах тағалаға сенің оған деген сенімің ғана керек. Аллаға сенім болған кезде, бүкіл өміріңді Аллаға тапсырған кезде, Аллах сенің өміріңді өзің ойламағаннан да керемет етіп жасап береді.